қалсайым достар, бүгін сіздер менен CapCut бағдарламасында біздің видеомызды монтаждап жатқан кездегі видеодағы қататын осылай, мінекей осылай плеер деп жазып қойған. Мына жерде өте жай қимылдап жатыр, яғни біздің видеомыз қатып осылайша біздің видеомызға осылай қатып істеуі мүмкін. Яғни мен қазір сіздерге қысқаша көрсетейін. Мінекей біз CapCut бағдарламасын ашып жатырмыз. Мінекей создать проектті басамыз. Достар, менде осындай проблема болып жатыр. Яғни CapCut бағдарламасында мынау 17 минуттық видео. Мен мысалы плейді басамын. Мінекей менде плей өте жай істеп жатыр. Видеом қатып көрсетіп жатыр. Мына жерде уведомление келді. Яғни менің видеомды мендегі компьютер көтере алмай жатыр деген сөз. Яғни мінекей өте жаяу істеп көрсетіп жатыр мендегі видеоны. Менде осындай проблема болған кезде мен видео монтаж істеуім өте қиындасып кетуі мүмкін. Мінекей видео өте жай қатып істеп жатыр. Мен ол үшін мына жерде полный деген бар. Дәл осыны мен низкий качествоға қоямын. Сосын мінекей менде видео қатпай дұрыс көрсетіп жатыр, бірақ качество өте нашар качествода қатпай істеп жатыр. Сіз бұл качествода видеоңызды монтаж істейтін болсаңыз, сіздің видеоңыздың качествосы көрінбегеннен кейін монтажыңызда дұрыс болмайды. Сол үшін мен мына средний качествоға қоямын. Менде видео более нормальный істеп жатыр, мінекей нормально көрсетіп жатыр, бірақ качество өте нашар болып тұр негізі. Мен мына жерде полный качествомен, яғни анық өзінің качествосымен көретін болсам, мінекей видео өте жай қатып маған көрсетіп жатыр. Мен осыны тез істетуім үшін мына жерде уведомление келіп тұр. Мына жерде прокси режим деген бар екен. Мен біріншіден сіздерге көрсете кетейін. Мына жақта прокси режимді пайдаланбас бұрын, егер сізде компьютеріңіздің мощності, яғни компьютеріңіздің характеристикасы өте слабый болатын болса, сіз осы прокси режимді қосуыңызға тура келеді. Ол үшін видеоны баспай-ақ мына жерде изменетті басасыз. Мінекей мына жерде статистикаға кіріп, мына жерде проксиді қосып, осы жерде 720p-ді қосып аласыз, және прокси файл қай жерге көшірілетінін мына жерден көрсеңіз болады. Яғни мінекей менде user дейді, яғни project сақталатын папканы осылай белгілеп аламыз. Сосын мына жерде сохранитті басамыз. Мінекей нәтижені көрейік. Менде видео мінекей қатпай істеп жатыр. Яғни мен прокси файлды қосып алдым. Менде видео более енді қатпастан дәлме-дәл істеп жатыр. Енді бұл бірінші жолы еді. Енді бірінші жолы прокси файл болды. Енді сіздерге екінші жолын көрсететін боламын. Мен CapCut бағдарламасын қазірше жауып тұрамын. Сіздерге көрсете кетейін. Мына жерде мой компьютер деген бар. Мой компьютерге кіріп, мына жерден ашық тұрған терезенің ашық жеріне басып, мына жерде мишканың оң жағын басып свойствоға кіреміз, және мына жерде компьютеріміздің характеристикасын көріп аламыз. Яғни сізде Windows 10 болатын болса, сізде CapCut бағдарламасы жақсы көтереді. Менде мысалы 64 разрядты процессор бар. Менің компьютерімде бұл өте жылдам істейтін процессор. Сізде егер 32 разряд болатын болса, сізге CapCut бағдарламасы дұрыс келмейді. Және мына жерде осы азу дегенде ескере кетейік. Азу деген, яғни сіздің компьютеріңіздің жұмыс істеу жылдамдығына жауап беретін оперативный память болып есептеледі. Бұл дегені менде 8 гигабайт екен. Мына жерде егер сізде CapCut бағдарламасында жұмыс істеу үшін ең минимальный сізде 4 гигалық азу болу керек. Яғни оперативный память сізде ең минимальныйсы 4 гигабайт болу керек. Ал менде болса 8 гигабайт. Егер бұл қанша гигабайт көп болатын болса, сіздің компьютеріңіздің жұмыс істеу жылдамдығы соншалықты артады деген сөз. Яғни 8, 16, 32 ары қарай кете береді. Менде 8 гигабайт болып тұр. Бұл біріншісі. Мен азуды және мына жерде разрядты тексеріп алдым. Яғни 64 разряд 8 гигабайт. Бұл компьютерда орта деңгейде CapCut бағдарламасына монтаж істесе болады. Яғни қатпастан және өте жылдамда істемейді, орта деңгейде істейді деген сөз. Кейінгісі, біз мына жерде компьютерімізде видео карта бар екенін мына жерден тексеріп алсақ болады. Мен мысалы NVIDIA деген видео карта бар. Сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. Сіздерде де NVIDIA немесе Razer деген сол сияқты видео карталар болуы мүмкін. Мишканың жағын басып, панель управленияға кіреміз. Мінекей бұл жерде видео картаның настройкасына кіріп жатырмыз. Енді мына жерде
сіздерге көрсете кетейін. Менде CapCut бағдарламасына осылай мишканың оң жағын басып расположение файлды басып аламыз. Сосын бізге CapCut орналасқан файл шығады. Сосын мына жерде мишканың оң жағын бір басып, дәл осы локациясын көшіріп аламыз. Яғни мына программа орналасқан. Ол үшін осылай мишканың оң жағын бір басып, сосын оң жағын тағы басып копировать етіп аламыз. Яғни осы CapCut бағдарламасы орналасқан файлдың түбірін осылайша көшіріп аламыз. Қазір сіздерге көрсетемін бұл не үшін керек. Сосын мына жерде біз видео картаның настройкасына кіреміз. Мына жерде управление параметрами 3D деп тұрады. Мына жерде глобальный параметр тұр. Бұл бүткіл программаларға істейтін настройка болады. Біз оған кірмейміз. Мына жақта программные настройки деген кіреміз. Енді сіздерде мына жерде CapCut бағдарламасы тұрмауы мүмкін. Сіздерде мысалы мына кез келген бір Google-дың ба осындай несі тұруы мүмкін. Дәл осы жерде мына выберите программу для настройки дегенді басып, мына жерден біз CapCut'ты іздеп аламыз. Менде мысалы мына жақта CapCut мына жақта тұр екен. ByteDance CapCut деп тұр. Яғни егер сіздерде дәл осы CapCut'тың осындай несін таба алмасаңыздар, мына жерде сіздер добавитті басасыздар. Мінекей мен добавитті бастым. Мына жерде енді CapCut'ты таба алмауы мүмкін, егер сіздерде драйверге толыққанды қосылмаған болса осы CapCut бағдарламасы. Сосын мына жерде обзор деген бар. Обзорды басасыздар. CapCut бағдарламасы шығу үшін. Менде мына CapCut бағдарламасы қай жерде тұрғанын білмеймін. Сол үшін жаңағы көшіріп алған файлды мына жерге выставить деп қоямыз. Сосын открытьті бассақ, бізде CapCut бағдарламасын автоматты түрде тауып беретін болады. Сосын мінекей CapCut деген папканы осылайша приложенияны таңдаймыз, яғни бағдарламаны открыть дейміз. Мінекей бізде CapCut бағдарламасының осындай настройкасын шығарып берді. Енді дәл осы CapCut бағдарламасын біз видеокарта бойынша істейтін қылуымыз керек. Яғни мына жерде жазып қойған, дәл осыны оқып шықсаңыздар, орысша түсінетін болсаңыздар, осы не жазылғанын барлығын түсініп алатын боласыздар. Сосын біз мына жерде CapCut бағдарламасын қосылғаннан кейін, мына жерде мына галочка бар екен, бұл галочканы қосып қойған дұрыс. Сосын мына жерде сіздерде мынандай использовать глобальный параметр деп тұру мүмкін. Бірақ сіздер мына жерде высокопроизводительный процессор NVIDIA дегенді басасыздар. Мінекей дәл мына жердегі мына настройкаларды сіздер осыны көшіріп алсаңыздар болады. Яғни мен әрқайсысына мінекей бір көрсетіп өтемін. Осы кадрды осылайша скриншот етіп алсаңыздар, сосын дәл осы настройкалармен CapCut бағдарламасының видеокартамен жұмыс істеу бойынша настройкасын істесеңіздер болады. Мен мысалы дәл осы настройканы істеу үшін осылайша үстіне басасыздар. Мына жерде осындай окошко шығады, яғни терезе, сол кезде дәл өйстіп басасыздар. Дәл осылай істеп болғаннан кейін мына жерде переменить деген бар. Осыны басқаннан кейін осы драйвердің программасынан шығып кетпестен 15-20 секундтай күте тұрасыздар. Яғни менде мысалы мына CapCut бағдарламасы барлығы осылайша орнатылды. Яғни мына жерде бүткіл настройкасын істедім. Енді мына жерде біз X-ті басамыз. Енді бұл екінші способ. Енді үшінші способ. Пускты басамыз. Мына жерде настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін мына жерде Y деген бар екен. Y-ға кіреміз. Сосын мына жерде настройка графики деген бар. Настройка графикқа кіреміз. Сіздерде енді мына жерде CapCut бағдарламасы шықпай тұрған болуы да мүмкін. Мысалы менде мына CapCut бағдарламасы жоқ, қалай табамын дейтін болсақ, мына жерде обзорды басамыз. Сосын сіздерде осындай нәрсе шығады. Жаңағы көшіріп алған сияқты, яғни CapCut бағдарламасының түбірін көшіріп алу үшін мына жерде өзіңіз білетіндей CapCut'ты басып, расположение файлды басасыз. Және мына жерден мишканы сол жағын басып, мынаны оң жақпен осылайша көшіріп аласыздар. Сосын мына жердегі настройкаға, мына жерге обзорға кіресіздер, және мына жерге вставить дейсіздер. Сосын добавитті бассаңыздар, осылайша CapCut'тың осындай орналасқан түбірі шығып келеді. Сосын добавитті басасыз. Сосын мына жерде параметрге кіріп, высокая производительностьке басып, яғни видеокарта бойынша жұмыс істеу деген сөз. Ал мына жерде энергосбережение дегенге баспайсыздар. Бұл процессордың өзімен жұмыс істейді деген сөз. Мен мысалы высокий производительностьке басамын, яғни бұл видеокарта бойынша жұмыс істеу GPU деген сохранитті басамын. Сосын міндетті түрде сіздер компьютерді перезагрузка істесеңіздер болады. Ол үшін мен мына жерге кіріп, мишканың оң жағын басып, перезагрузканы басып, компьютерімді перезагрузка істеп аламын. Мінекей менде компьютер перезагрузка істелді. Енді мына жерде біз CapCut бағдарламасын ашамыз.
және тағы бір видеоның қатпауы үшін біз осындай бір способты пайдаланатын боламыз. Ол үшін менюға кіреміз, мына жерден настройка бөліміне кіреміз, және де мына жерде статистика бөлімі бар екен. Дәл осы статистика бөлімінде мына ускорение аппаратного кодирования, ускорение аппаратного декодирования деген бар екен. Біз осыны қосып аламыз. Мына жерде рендеринг интерфейса с помощью видеокарты деген бар. Яғни біздің видеомызды сақтап алғаннан соң экспорттап жатқан кезде біздің видеомызды экспорттауына өте үлкен көмегін тигізетін болады. Сол үшін біз осы 3 галочканы қосып қоямыз, және мына жерде прокси деген бар. Дәл осы проксиді осылай қосып қойымызға болады, және бұл прокси қайсы жерге сақталып жатқанын мына жерден көріп отырсақ болады. Сосын барып біздің прокси файлымыз мына жерде көбейіп кеткен кезде 5-10 гигабайт болып кеткен кезде мына жерде удалить кнопкасын басу арқылы біз прокси файлға жиналып қалған бүткіл керек емес файлдарды өшіріп отыратын боламыз. Және мына жерде автоочистка деген бар екен, 10 гигабайт деп қойған. Дәл осыны да қосып қоюымыз керек болады. Яғни біздің видеомыздың кэші толып кеткен жағдайда мына автоматты түрде өшіріп отыратын болады. Яғни 10 гигабайтқа жеткен кезде автоочистка. Дәл осы функцияны қосып сохранить етіп алатын боламыз. Енді бізде CapCut бағдарламасы максималды түрде жылдам істейтін болады. Яғни менде CapCut бағдарламасы қосылды. Яғни мына көріп тұрған видео файлым 1 гигаға жақын, яғни 993-те 3 мегабайт екен. Мен осыны ашамын. Мінекей CapCut бағдарламасын аштым. Яғни кішкене күте тұрыңыздар. Менде қатып жатқан себебі, мысалы, менде 2 программа істеп жатыр бұл жерде. Яғни мінекей менде CapCut бағдарламасы ашылды. Проектті таймлайнға тастап алдым. Менде негізі қазір сәл қатып жатыр, бірақ сіздерде қатпауы керек. Менде не үшін қатып жатыр десеңіздер, мен мына жерде скрин запись түсіріп жатырмын. Яғни видеомен 2 программа, оны көрсету үшін мына жерде диспетчер задачаға кіремін. Сосын мына жерде мінекей скрин рекордтер түсіріп жатырмын. Мына жерде менде қатты нагрузка түсіп жатыр. Бұл жерде жалпы 3 программаны істетіп жатырмын негізінде. Мына жерде дыбыс басып жатырмын. Сосын мына жерде скрин запись, яғни экранның записін басып жатырмын. Сол үшін менде бұл өте жаяу істеп жатыр. Мінекей сіздерде енді видео қатпастан осылай анық көрсететін болады. Яғни мына жерде сіздер өздеріңіз осылай высокий качествоға қойып алсаңыз, сіздерде видео қатпастан осылай анық көрсететін болады. Яғни мен полныйға қойып аламын. Мінекей менде видео қатып жатқан жоқ мүлдем. Барлығы керемет жақсы істеп жатыр. Яғни мен қазір басқа видео қойып көрсетемін сіздерге. Мінекей менде таймлайнға видеоны тастап алдым. Бұл ешқандай қатпай осылай жақсы істеп жатыр. Сіздерде дәл осылай настройка істеу арқылы сіздердің видеоларыңыз CapCut бағдарламасында қатпастан монтажды оп-оңай жылдам істеулеріңізге болады. Ендеше сау саламат аман болыңыздар. Сіздермен келесіде кездескенше